Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер біздің каналдасыздар. Біз Жапониядағы жас отбасы, сіздермен Жапониядағы қызықты жерлермен, қызықты оқиғалармен, сондай бір қызықты бір жайттармен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін біз отбасымызбен бірге якинику жеуге барамыз. Якинику деген ол қуырылған ет деген мағынаны білдіреді. Бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір сол якиникуға ресторанға бару үшін үйімізге ең жақын орналасқан экиден өтеміз. Эки дегеніміз ол пойыз жол, денша деп те айтады. Сол деншамен, мысалы сол пойыз жолмен біз баратын жерімізге тез жетеміз. Міне экиімізге де келіп қалды, пойыз жолымызға дейін. Негізі пойыз жолдың сол экидің ішінде барлығы да бар. Мысалы Family Mart дүкендері желісі, жаңағыдай су алатын сусындар машинасы, вендинг машин деп айтады. Одан жүре берсек, мысалы сол деншаның ішіне кірген кезде кітаптар дүкені, тәттілер дүкені, дәріханалар, кофе ішетін, кафелер, ресторандар, банктер, фастфудтар, өте үлкен жаңағыдай кең көлемді супермаркеттер бәрі де бар. Осы сауда орталығына келіп, біз азық-түлік аламыз. Негізі Жапонияда жаңағыдай пойыз жолдың қасында автобус остановкалары, аялдамалары бар. Бүкіл жерге қатынай береді. Жапон үйлері осындай болады. Көріп тұрғандарыңыздай жаңағыдай аула жоқ, тіптен жоқ, немесе өте кішкентай аула. Айтпақшы, мына жерде ерекше бір үй бар екен. Мынандай гүлдер негізі Жапонның барлығы болмаса да көпшілігінің үйінде осындай гүлдер өсіп тұрады. Қысы жазы. Осындай. Якиникуға келдік. Оның сырты мынандай. Дәл көшенің қиылысында орналасқан екен. Қазір ішіне кіріп сіздерге көрсететін боламыз.
豚だけですか？鶏は大丈夫ですか？豚だけです。豚バラ、コントロ、あとこのやみつきハラミ、барлық осындай екі ресторандардың бәрінде тапсырысты осындай планшет арқылы жасауға болады. Бұл планшетте бәрі түсінікті, өзіңізге керекті барлық тағамдарды осылай тапсырыс берсе, негізі көп күттірмей 1-2 минутта тапсырысыңыз дайын болса кеп береді. Тапсырыстардың бәріне осындай робот әкеп береді. Негізі біз көптеген клиникаларға барған болатынбыз, бірақ бұндайды біз негізі бірінші рет көріп тұрмыз. Негізі бұл жерде даяршылар да бар. Роботты енді біздің ойымызша тест жаңағыдай эксперимент жасап жатыр. Бірақ өте жақсы көмекші деп ойлаймыз. Міне біздің еттеріміз де келді. Осылай оттың үстіне қойып қуырамыз деп айтамыз ба, мұқтырамыз деп айтамыз ба, кәдімгі кәуап сияқты болады. Бірақ дәмі басқаша, әрине, себебі әртүрлі дәмдеуіштер қосылған дейміз. Бағасы осындай болды. Бұл